Сәлем баршаңызға, сіздермен бірге Айжан, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен песочное тестадан творожный ягодный пирог жасаймыз. Бұл өте сәтті шыққан творожный пирогымыздың бірі. Ең алдымен тестамыз дайындап аламыз. Сухой ингредиенттеріміздің бәрін салып, бір араластырып аламыз. Сары майымызды саламыз. Сары май бізде салқын болғаны дұрыс. Осыны көбіктеп турап алып, онымен бірге біріккенге дейін қолымыздың көмегіменен езіп песочный болғанға дейін араластырып аламыз. Міне біз ұнымыз бен майымызды араластырып алдық. Енді бір жұмыртқамызды және суымызды құйып, қамыр болғанға дейін елеп аламыз. Қамырымызды елеп алдық. Енді мешочкке салып, холодильникке салмасын дайындап алғанға дейін жібереміз. Енді салмасын дайындаймыз. Мына жерде менде творог, қантымды саламын, кукурузный крахмалымды саламын және жұмыртқа салып, бәрі біріккенге дейін блендердің көмегімен жақсылап езіп аламыз. Қамырымызды холодильниктен алып, астына пергамент төсеп, формамызға жайғастырамыз. Міндетті түрде бортик жасайтын боламыз. Міне қамырымызды формамызға жайғастырып алдық. Енді вилканың көмегімен түбін ойып шығамыз. Жаңағы дайындап алған салмамызды құямыз. Бетіне кез келген ягоды қойып шықсаңыздар болады. Менде клубника, замороженный немесе свежийінде қолдана беруге болады. Міне біз ягодаларымызды жайғастырып алдық. Енді қамырымызды бортик жасаған бетін салмаға қарай кішкене осылай лопатканың көмегімен жатқызып қоямыз. Сонымен қызып тұрған пеште 170 градуста шамамен 30-40 минут аралығында пісіріп аламыз қызарғанға дейін. Конвекция емес, асты-үсті режимінде пісіріп алатын боламыз. Міне біздің пирогымыз пісті. Толығымен суыған соң ғана формасынан ажырататын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте сәтті шыққан рецепттердің бірі. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар және сұрақтарыңыз болса комментарийға жазып өтіңіздер. Барлықтарыңызға рахмет.